Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге круассандардың ең оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Бірнеше қатпарлы, қытырлақ, дәмі керемет болып шығады. Ішіне тәтті қоспа салсаңыздар да болады, немесе мүлдем ештеңе салмай, тек өзін дайындасаңыздар да болады. 1 стакан жылы сүтпен 1 стакан қайнаған суды араластырып аламыз. Толық мөлшерін описаниеда қалдырамын. Үстіне 1 ас қасық шекер, 1 жарты шай қасық тұз саламыз. Және 1 ас қасық пісте май қойып араластырамыз. Енді үстіне 1 шай қасық ашқыш салып араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ илену үшін алдымен қасықпен жайлап араластырып аламын, сосын қолмен илеймін. Қамырды толығымен илеп болған соң, бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Қамырымызды ыдыстан босатып, илеп, 1/10 бөлікке бөліп шығамыз. Әр бөлікті дөңгелек формаға келтіреміз. Әр бөлігімізді 1 дөңгелек етіп жайып шығамыз. Енді ұн сеуіп, бөлме температурасында ерген сармайымызды әр дөңгелектің үстіне жағып шығамыз. Сармай бөлме температурасында еріп, жұмсақ болу керек. Үстіне екінші дөңгелегімізді қойып, және сармаймен толығымен жағып шығамыз. Осылайша барлық дөңгелектеріміздің үстіне қойып, арасын сармаймен жағып шығамыз. Ең соңғы бөлігімізге ештеңе жақпаймыз, ең астыңғы тұрған қамырмен біріктіріп шығамыз. Енді қамырдың екі бетіне де ұн сеуіп, қатты жұқа, қатты қалың етпей, орташа етіп жаямыз. Қамырымызды жайып алдық, енді 1/16 бөлікке бөліп шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей әр үшбұрыштың бас жағын кішкене кесіп шығамыз. Салмасына кез келген затты пайдалануға болады, немесе мүлдем салмасаңыздар да болады. Мен вареный сгущенканы пайдаландым. Видеода көрсетілгендей барлық бөлікті орап шығамыз. Енді круассандарымыз көтерілу үшін бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Круассандарымыз көтерілді, енді бетін ашып, сармайдың сарысымен жағып шығамыз. Сосын алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне круассандарымыз дайын болды. Бетіне сахарная пудра сеуіп, ұсына беруге болады. Көргендеріңіздей, рецепт бойынша өте оңай, барынша аз заттарды пайдаланып,
осындай дәмді круассандарды дайындап шықтық. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.